Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық, талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жар еместі жақсы демек. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол, үшеуінің жөнін білмек. 10 тамыз күні қазақ елі халықаралық қауымдастық ұлы Абайдың туған күнін атап өтпек. Ұлы Абай тек қана ақын жазушы емес, ол философ, психолог, аудармашы, зерттеуші, жан-жақты білімпаз азамат болды. Ол қазақ елінің патриоты, қазақ ұлтының патриоты болған адам. Қазақ ұлты дамысын, өркендесін, биік шыңнан көрінсін, олардың жастары алғыр болсын, білімпаз болсын, ғылым жолын іздесін деп армандап өткен адам. Сондықтан Абайды ұлы еткен қазақ елі, қазақ халқы. Абай біздің ұлтымыздың мақтанышы. Оны көптеген өлеңдері, нақыл сөздері, ойлары келешек ұрпаққа, жастарға арналған. Ендеше Абайды тани білейік, оқиық, зерттей білейік.